Қазақи салт дәстүрді білетін, сөзге шешен, белгілі ақын айтыскер Еркебұлан бауырларыңызға шапалақпен арқа. Ілесіп тойға келген бір көшпенен бісміллә сөз бастадым жыр дестемен. Сарыарқа топырағыңнан айналайын, төсіңе кімдер келіп кім кетпеген. Бұл жерде ақын дөткен, батыр дөткен, маңдайдан бақ таңдайдан жыр кетпеген. Сол арқаның төсінде той болғанда, осылай сөз бастауды міндет көрем. Сәлем сөздің анасы деп бастаған қазақтың әрбір сөзін үлгі еткенем. Ассалаумағалейкум сәлем бердім, пайғамбарым қалдырған сүннетпенен. Жиналған жақсы жайсаң бармысыңдар, қосылған ұлы дүбір дүрмекпенен. Баласының басына отау құрып, бабасының дәстүрін құрметтеген. Ал жұртым қона білсем тағың әдәл, сіздер үшін айтатын базына бар. Той құдайдың қазынасы дейді қазақ, бұл тойда да сарқылмас қазына бар. Аман жігіт шаңырақ құрып жатса, мына той Сарыарқаның сәні болар. Торғайдың тектілері той жасаса, сіздер үшін шырқалсын әнім адал. Келіннен бұрын өзім сәлем берсем, қазақтарым қол соғып қабыл алар. Мұна той қуанышың тойланған күн, жастардың шаңырағы сайланған күн. Балғабаяға тойыңыз құтты болсын, сізге тілек айтуды ойланғанмын. Бір емес екі тойы қатар келген, қазақтың бұл күніне қайран қалдым. Ағайын күні кешегі құтты болсын, қазағым азат елге айналған күн. Бүгінгі және тағы құтты болсын, бақыт келіп басыңа байланған күн. Отау отбасында бір шағын мемлекетте біздерге айтушы еді байланды әркім. Ендеше құтты болсын аманыңның, бүгін бір мемлекетке айналған күн. Ешқандай партиясыз, праймерисіз, үйіне патша болып сайланған күн. Ал Балғабай аға тойың құтты болсын, сыртыңнан тілеу тілеп жүрген ұлмын. Өткенде де ұлан асыр той қылып, өткенде де бетін ашып беріп ем бір келіннің. Сондағы тілегіміз қабыл болды, бәрін айтып кетіп ем бір білгенімнің. Бір қолдан шықсын деген шығар ағам, есіктен домбыра алып бірге кірдім. Қырықтың бірі қыдыр деп айтады жұрт, қадамы да құт болсын бұл келіннің. Әрине бұл бақыттың ұшпақ еді, шақырғасын осындай тұсқа мені. Келінге түскен жерін таныстыру дейтұғын бабамызда іс бар еді. Ендеше түскен жерін айтайын мен, бұл менің көпті көрген нұсқам еді. Ал келін айналайын түскен жерің, қазақтағы қастерлі Қыпшақ елі. Бұл елдің бесіктегі баласы да, тайбасса тұлпар жалын ұстар еді. Бұл елдің батырлары атқа қонса алдына кеп басы ер дұшпан өзі. Бір атасы кешегі бейбарыстар, Мысырды уысында ұстап еді. Қара Қыпшақ қобланды бір атасы, дұшпан түгіл жеңе алмас мыстан оны. Қолына ақ шашақты найзасын қолын ұстап, келе жатқан көненің жолын ұстап. Ал келін түскен жерін Қыпшақтағы, бес таңбалы Қыпшақта торы Қыпшақ. Әрқашан бойларыңда күй таралар, ақындар өлең айтса сый таралар. Ал келін сенің келіп түскен жерің торыдан өсіп өнген қитабалар.
Қитабалар кішіпейіл елемес пе? Кеп тұрған қонағына сыйтабалар, кеп тұрған келінді де келін демей, қызындай қып маңдайдан сыйпабалар. Аманжан желтоқсанда үй боп жатса, бұл өзі мінезден бе неден екен? Жас күнінде қаспақ жеп өскендердің тойында қар жауады деген екен. Сәуле апа амандайын бір балаңыз, қаспақты жегенде де жеген екен. Осылай біз бастасақ арнау басын, сөзіміз енді қалай жалғанбасын. Желтоқсанның Елордада қыс күні қар жауса да, келіннің қабағынан қар жаумасын. Шығарып бақытыңның бір ұшына, Құдайым ырыс қостау ырысыңа. Аманжан міне бүгін үй боп жатыр, Алланың шүкір дейік мұнысына. Келінге бір қошемет қылсаңыздар, мен енді кірісейін жұмысыма. Тәңірім ақ келіннің бағын ашса, жақсылығын берсе екен тағы басқа. Ал келін жан иіліп бір сәлем бер, әуелі өзің түскен шаңыраққа. Онан кейін иіліп сәлем жаса, шаңырақтан дәметкен әруаққа. Қабжан менен шолпандай атаң өткен, айтайын тарихыңды танымаққа. Жамантайдай атаңыз өткен екен, жәннаттай болсын дейін жаны бақта. Мағзұм күлән нағашы атаң өткен, айтайын тарихыңды танымаққа. Әруақтардың бәріне сәлем беріп, дұғаңызға қоса жүр әруақта. Тағы да келіп отыр әжелерің, оларды осы тойдан көрер едім. Осында Қадишадай әжеңіз бар, кеңелгенің қалайтын керегенің. Сапурадай нағаш әжең тағы да бар, теңелгенің қалайтын терезенің. Райхандай нағаш әжең тағы да бар, оларды осы тойдан көрер едім. Үш әжеңе жақсылап сәлем берші, саны көп болсын десең немеренің. Әжелердің жолын Алла саған берсін, үлкені осы емес пе өнегенің. Ақ келін әрқашанда теңің болсын, әрқашан жарқыраған жолың болсын. Мінекей әжелерің шығып жатыр, өзіңе де солардың жолын берсін. Үш бірдей әжесінің жолын беріп, ақ келін ең ардақты келін болсын. Балғабайдай қайнатаң осында отыр, бұл тойды заманына сай жасаған. Туған қайын атаңа бір сәлем бер, карантиннен қорықпай той жасаған. Бәсе сөйтіп өзі бастамай ма, атын айтса көрімдік тастамай ма? Ағайын бәкеңе бір қол соғыңдар, бұл күнде ол кісідей қасқа қайда. Осындай қуанышты тойлап жатқан, көңілі жайландырып жайлап жатқан бәкеңді бұл қазақта кім білмейді? Қазақтың төрттілігін сайлап жатқан, Елордада жүр деген аты ғана, әйтпесе өсіп өнген торғай жақтан. Біздің қазақ ет таппай қалмасын деп торғайда мың жылқы байлап жатқан. Олаз десең Балғабайдай атаңыз олаз десең, Державинде 10 мың қой айдап жатқан. Атаңа тағы да бір сәлем берші, қазақтың төрттілігін сайлап жатқан. Самарқанды билеген бабалардай, Сарыарқаның жартысын жайлап жатқан. Сөз бастап қазағымның салты менен, сіздер үшін айтайын жарқын өлең. Ененің топырағынан дейді келін, бұл мақалды айтайын нарқы менен. Ендеше бір иіліп сәлем жаса, осында тұр сәуледей алтын енең. Енеңіз орта жаққа келе жатыр,
әрқашанда өзіңе береді ақыл. Сәуле апамыз ортаға шыққан кезде неге қолдарыңды соқпайсың, неге батыл? Апалар шыққан кезде сіз секілді, балалар қарап тұрмас біз секілді. Ал келін енеңізді көрдіңіз ғой, үлкендерден жалғасқан із секілді. Келін алған адамға ұқсамайда өзі де ұзатылар қыз секілді. Қуанып той жасаған әр көшіндей, бұл енең көпшіліктің қалдесіндей. Сәулемаңыз атына сай болып тұр, шаңырақтың нұр шашқан сәулесіндей. Ешкімге де зияны тимеген ол тимеуші еді, ененің ішіндегі әулесіндей. Кигені қызыл көйлек қара камзол, әрқашан ел тілейтін жанаман бол. Ал келін жан енеңнің жолын беріп, енеңдей мейірімді данадан бола. Келіп тұр осы тойға ей нағашылар, олардың да өзіндік бағасы бар. Ел бастаған Кәрімжан нағашың бар, ішінде топ бастаған дарасы бар. Сапар Майрат сенің туған нағашыңыз, осы тойға келетін шамасы бар. Болат Бану, Сапарғали, Айдар кеп тұр, ішінде ағы да бар, қарасы бар. Ұлдың жақсы болғаны нағашыдан, ағайын болған кімнің таласы бар. Ақ келін нағашыларға сәлем берсе, әрқашанда алдынан бағашылар. Әрқашан қатар шауып бәйгім менен, айтатын қуанышта қайғым өлең. Ал келін жан тағы да бір сәлем бер, нағаш апаң бар екен Айнұр деген. Осындай айтылатын сырымыз бар, сіздер үшін төгілген жырымыз бар. Нағашыны әдейі бөліп айттым, ішінде Айнұр деген гүліміз бар. Ол кісі көрімдігін тастап жатыр, мұны да құрметі деп оғыңыздар. Айнұрдай нағашының құрметіне аямай бір шапалақ ұрыңыздар. Тағы да келіп отыр ей құдаларың, осылар ғой сыйлайтын бір адамың. Ерлан менен Ақмарал келіп отыр, 1000 жылдық сыйлайтұғын ұл адамың. Ғалихан мен Гүлнардай құдаңыз бар, оларды да төріңе шығарамын. Есімхан, Алмагүл мен Қонысбайлар, бәрін айтып табайын бір амалын. Ал келін құдаларға бір сәлем бер, көрсетіп көңіліңе ұнағанын. Ақ келін құдаларға құрмет қылса, Құдайдың өзі берер сұрағанын. Кигені құдағидың жасыл екен, пейілі ағайынның ашық екен. Ей, осындай құдаларға сәлем берген, ақ келін саған дәулет нәсіп екен. Списікке жазылған адамдардың япырай шеттерінен бәрі де асыл екен. Құдаларға қол соғып қоймаймыз ба? Бұл да бір қонақтарға шашу екен. Үлкендер тойға келіп жол бастады, балалар біз секілді сөз бастады. Ал келін жан тағы да келіп отыр, осында қайнатаңның жолдастары. Студенттік шағынан бірге өскендер, келіп тұр осы тойға нар достары. Ей, достарды біздер айтып жатқан кезде жөн емес ағамыздың араласқаны. Ақ келін шаңырақпен табысыпсың, мұндайда көңіл күйдің әні шықсын. Студенттік жолдастар деген кезде ортаға достарының бәрі шықсын. Ортаға достарының бәрі шықсын, шықпай қалған достардың жаны шықсын.
өскендей, жеткендей аппақ келін арманына, келіп тұр міне бүгін талғамына. Атаңның жолдастары тағы да бар, бір байқап қарап қойсақ жан жағыма. Бірге өскен жолдастар келіп отыр, осы тойға куә боп олдамына. Ендеше бір иіліп сәлем жаса, Торғайлық 64-тің балдарына. Ақ келін пейіліміз от болса екен, әрқашан көңіліңіз тоқ болса екен. Атаңның жолдастарын көрдіңіз ғой, әрқайсысы бименен бек болса екен. 64 дегбедім бәрі шыға келді, ешқашанда уайымы жоқ болса екен. Атаңыздың достары қанша болса, жастардың ұл қыздары көп болса екен. Келіп тұр осы тойға ей қайнағалар, қайнағалар той десе пайда болар. Атаңыздың сыйласқан жолдастары келіп тұр, осы тойға көңілі жайла болар. Қайнағаның бәріне бір сәлем бер, көңілі қуаныштан айға барар. Ей қайнағалар көрімдік тастамаса несіне, қайқан қағып тойға барар. Тағы да келіп отыр ей қайындарың, олар барда болмайды уайымдарың. Мадинадай жеңгеміз келді ғой деп көрерсің құшағының жайылғанын. Қайындардың бәріне бір сәлем бер, оларды да шаттықтан айырмағын. Көңілі мұндай кезде шалқып тұрсын, әрқашан ел мен жұртқа тартып тұрсын. Беташардың іспесігі бітіп еді, ақындар ендісіне қайтып кірсін. Айтылмаған ел жұрттар қап қойыпты, мен айтайын ағамыз айтып тұрсын. Қойсаңышты дәл бұлай әуреткенді, көтеріп бір көрейік дәулеттенді. Ей осында атаңыз бен енеңіз бар, осы тойға көңілмен нар боп келді. Ендеше бір иіліп сәлем жаса, Айдарбек атаң менен Зәуреш келді. Ей ағайын айтқанымды құптай мекен, үлкендер әрбір ісін нықтай мекен. Айекең Зәуреш апамды айтқан кезде, ортаға көрімдік ап шықпай мекен. Ей ағайын бір қолын соғып, осындайда үлкендердің шаруасын құптай мекен. Нұрлыбек пен Ботагөз тағы да бар, Сейсенбайдың Гулядай жаны да бар. Серік пенен Ақсәуле тағы кепті, ортаға шақырайын бәрін адал. Онан кейін тағы бар қайнағалар. Қайнағалар мұндайда пайда болар. Берік пенен Зәкира ағапаң бар, келіп тұр осы тойға жайла болар. Нұрмұхаммед келіп тұр бір ағаңыз, біз бұндай іске талай шыдағамыз. Нұрмұхаммед атаңа бір сәлем бер, одан артық ештеңе сұрамаңыз. Тағыда Нұрбол менен Айман келді, ел жұртқа тигізейін пайдам денді. Нұрбол мен Айман келсін орта жаққа, бітіріп кетпейміз бе шаруам денді. Ойпырай ағаларым таусылмадау, іспесікке жазбағандар қайдан келді. Тағы да келіп қапты қайнапалар, олар да осы тойды жайнаталар. Сәуледей бір апаңыз осында жүр, өзіңді ертіп ертең тойға барар.
Серікбай Қамбаладай апамыз бар. Жақсыбай мен Ләззат кепті. Осында Жақсыбай мен Ләззат кепті. Аваға асықпаңыз кішкене. Кішкене үзіп айтсаңыз, айтпасаңыз. Бақытгүл Айгүл апаң қайда, осында ма? Оларды айтып отыр тосын ғана. Күйеу бала Талғат пен Нұрлан кепті. Тізімге кеп олар да қосылдана. Ағайын бір қол соғып қойыңыздар. Апа мен күйеу бала жасынға да. Тағы да ағамыздың қосқаны бар. Ақындардың айтатын оспағы бар. Ал келін шаршамаңыз, сәлем қыңыз, осында Аманжанның достары бар. Ал Аманжанның достарына бір сәлем бер. Ашылар әрқашанда ашпаны бар. Сөзімізде әрқашан жалғау жоқ па? Ақындар бүгін әнге салған жоқ па? Осымен беташарды аяқтайық, айтылмай тағы біреу қалған жоқ па? Балғабай аға бүгін арнадың да, той болса қыран құстай самғадың да. Сөзіңізді өлеңге айналдырдым, тым болмаса тізімге жаза салмадың ба? Келінді бақты қылып ей талған барда, жақсылығын берсекен жалған далла. Осылай ақ келіннің бетін ашсақ ағайын, бүгін бізде арман бар ма? Ал келін жан тағы да бір сәлем бер, осында ата талмай қалғандарға бай. Тұрған соң амалсыз мен өлеңді жұтып тұрмын, бірақ та өлеңменен ұтып тұрмын. Балғабайдай ағамыз жүрген кезде біреуді айтып қалама деп күтіп тұрмын. Ендеше көңіліңнің хошы болсын, жастардың тек жақсылық досы болсын. Осымен айтар адам аяқталса, менің де қызметім осы болсын. Тұрған соң той баста деп әмір беріп, бастадық қар өлеңді тәбір көріп. Ағайын тойларыңыз той қыласын, көптің берген батасы қабыл болып. Екі жастың ұрпағы өсіп өнсін, өз алдына бір үлкен ауыл болып. Осылай Балғабайдай әкеміздің ұрпағы өсіп өнсін қауым болып. Сәуледейін елеңіз жүзге келсін, қос қолы жаялықтан жауыр болып. Деп қадірлі ағайындар, енді қол соғып қошеметтеп қойсаңыздар, ұстағандарыңыз қамшы, балаларыңыз әнші болсын деп бүгінгі келіндеріңіздің бетін ашуға рұқсат етсеңіздер, енді аз да болса осы беташарға разы болыңыздар. Біз шын пейілімізді, көңілімізді танытып отырмыз. Сондықтан Сәуле апа өзіңіз ашасыз ба, апамыз аша ма келіннің бетін?